Сәлем достар, бүгінгі видеомызда творожный рогалики дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, май және де творог, қант керек болады. Осының барлығын жақсылап қосып, араластырып, бір жұмсақ тест тағып аламыз. Одан кейін тестамызды осылай 3 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлігін қоя тұрып, 1 бөлігін домалақ қылып жаямыз. Жайғаннан кейін 8 бөлшекке бөліп, қалауларыңыз бойынша осылай ештеңесіз де рогалик істеу керуге болады, орап, немесе мен сияқты сгущенка қосуға да болады. Мен жартысын сгущенка, жартысын ештеңе қоспай жасап жатырмын. Бұл рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін, өйткені жұмсақ көп күшті творожный тесто болып шығады. Пешімізді 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Печеньяларымыз күшті болып шығатын болады. Қалауларыңыз бойынша бетіне жұмыртқа жақсаңыздар болады. Мінекей, өте әдемі болып, тәтті болып шығады. Сіздерге осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етіп қойыңыздар.